Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Сіз Қара жәшік арнасындасыздар. Прокуратура Перизат Қайратты 10 жылға дейін соттауды талап етуде. Фонд Дарю Добро қызметіне қатысты іс бойынша басты фигурантке 10 жылдық сотталу мүліктің тәркіленуі және қайырымдылықпен айналысу құқығын айырылу қаупі бар. Оның анасына 8 жыл. Прокурордың айыптау жазбаларында 37 миллион көлікке, 10 миллион Түркиядағы емделуге, 3 миллион фэншуйге, сондай-ақ бат, әшекей мен шопингке жұмсалған. Тергеу нәтижесінде қаржы қайырымдылық қорынан шыққан, ал отбасының табысы жоқ. Қазақстан ОПЕК+ келісімінен шықпайды. Қазақстан жоғары көрсеткіштерге қарамастан ОПЕК+ келісімімен шығуды қарастырмайды. Ел квоталарды сақтап қалуды жалғастырып, мұнай нарығын тепе-тең ұстау саясат шешен түрде қатысып отыр. Бұл қадам Қазақстанды тұрақты экспорттық серіктес ретінде қалыптастырады. Туристік инфрақұрылым жауапты шенеуніктер жазаланды. Президенттің сын пікірінен кейін құрылған ведомствоаралық топ 10-12 шілде аралығында Алматы, Қарағанды және Жетісу облыстарында туристік орындардың ахуалын тексерді. Сонында вице-министрге бірнеше облыстың әкімдерінің орынбасарларына ресми қатаң ескерту жарияланды. Алматыда қауіпті тікұшақ көтерілісі видеоға түсірілді. Медеуде ресми ұшып қону алаңында орын алған оқиғаның видеосы тарады. Көпшілік алдында күшті жел әсерінен тікұшақ жақын ағаштарды зақымдаған. АО «Казавиаспас» әуе компаниясының хабарлауынша техникалық ақаулар жоқ. Ұшудың себебі толық тексеріліп жатыр. Ақмола облысында пайда болған ИИ-терапевт сервисі диагноз қоюда 80%-ға дейін дәлдікпен жұмыс істейді. Министрліктің мәліметінше ИИ-терапевт жүйесі нақты уақытта дәрігер мен пациент арасындағы диалогты талдап, 80% тұрып диагнозды алдын ала көрсетеді. Және дәрігердің құжаттама уақытын 40%-ға дейін қысқартады. Сонымен қатар, телемедициналық мобильді қосымша әзірленді. Ол қысым, температура, пульс, глюкоза мен оттегі деңгейін қадағалап, алыстағы ауылдық тұрғындарға медициналық қолдау ұсынады. Әлеуметтік желідегі провокациялық жазба қарағандылық кәсіпкерді 2 айға қамауға әкелді. 22 жастағы Қарағанды тұрғыны Алика Мухамадиева Threads әлеуметтік желісіндегі провокациялық жазбасы үшін ұлтаралық араздықты қоздыру бабымен 2 айға қамауға алынды. Мухамадиеваның жариялаған даулы пікірлері пайдаланушылардың ренішін туғызып, оған қарсы сын ескертпелер мен тіпті легі түсуіне себеп болды. Оқиғаға қатысты барлығын мойындап, ол кешірім сұраған бейне жазба жарияланғанымен, Қарағанды облысы полиция департаменті анықтағандай, оған қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 174 бабының 1 бөлігі ұлтаралық араздықты қоздыру бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Тергеу материалдары бойынша Мухамадиева әлеуметтік желіде ұлтаралық араздық белгілері бар мағынадағы жазба жариялап, жақын арада шетелге шығуды жоспарлаған. Осыған байланысты тергеу органдары қамауға алу туралы өтініш білдіріп, 22 шілдеде Қарағанды қалалық соты оны 2 ай мерзімге қамауға алу туралы шешім қабылдады. Полицияның хабарлауынша, сотқа дейінгі тергеу әлі жалғасып жатыр. Қажетті сараптамалар тағайындалған және нәтижелеріне қарай процессуалдық шешім қабылданады. Алика Мухамадиева Қытайдан жеткізу қызметімен қатар Қарағандыдағы киім-кешек аксессуарлар дүкенін басқарады. 21 шілде күні таңертең Алматы қаласының Бағанашыл ықшам ауданындағы облыстық балалар үйі нөмір 1 тәрбиеленушілер мен құқық қорғау органдары арасында қақтығыс басталды. Тәрбиеленушілер Қонаевқа көшуге қарсылық танытса, полицейскелер кез келген жолмен үйді балалардан бостатпақ болды. Жасөспірімдер кіші сынып оқушыларын жаңа интернатқа шығаратын автобустарды бөгеді. Жарыл кезінде бір қыз бала есінен танып, ал полицейскелердің қатты итеруі салдарынан бір ұл бала асфальтқа құлады. Даудың түп тамыры осы жылдың наурыз айына қарай тартады. Сол кезде тәрбиеленушілер үйден айырмауды сұрап видео үндеу жариялаған. Облыс әкімі Марат Сұлтанғазиев бала құқықтары бойынша уәкіл Динара Закиева білім басқармасының басшысы Салтанат Беспаева және басқа да шенеуніктер жағдаятты жан-жақты зерттеу үшін балалар үйіне баруына
қарамастан, көшіру туралы шешім өзгеріссіз қалды. Бағанашыл балабақшасының оқиғасына қатысты тексеріс басталды. Президенттің тапсырысымен құрылған комиссия Алматыға барып, оқиғаның толықтай зерттелуін қамтамасыз етуде. Олар оқушылармен, жеке тәрбиешілермен және білім беру жүйесі өкілдерімен кездесті. Сонымен қатар, жаңа ғимараттың жағдайымен танысты. Құжаттарды жинау және талдау жүріп жатыр. Әсіресе балалардың құқықтары мен әлеуметтік кепілдіктерінің сақталуына ерекше назар аударылуда, деп хабарлайды әкімшілік. Бүгінге осы. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, пікірлеріңізді қалдыруға ұмытпаңыздар.